Сәлем достар! Көңіл күйлерің қалай? Ертегілер әлемі Диснейлендке жолдаманы кім ұтып алатын білгілерің келсе, балапан арнасынан алыстамайық, Шытырман бағдарламасын тамашалайық. Бұл додада ең ақылды, ең тапқыр, ең епті, ең алғыр балалары қатысады. Ендеше болашақ чемпиондармен таныс болайық. Алғашқы қатысушымыз ақылды да зерек Ильяс. Менің атым Ильяс, жасым 11-де. Екінші кезеңге жақсы дайындықпен келдім. Білімді де еңбек қор Ерсұлу. Сәлем достар, менің атым Ерсұлу, жасым 9-да. Сендермен екінші кезеңге кездескеніме өте қуаныштымын. Тапқыр да алғыр Элина. Сәлем достар, менің атым Элина. Мен 11 жастамын. Арманыма жіктім келеді. Мен әдеттегідей жанкүйерлер бөлмесіне барып, сол жақтан қолдау көрсетейін. Ал біз сайысымызды бастаймыз! Бірінші кезең лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына арбалет алып, нысананы көздейді. Ильяс, сен үшін сегвеймен жүріп, садақпен ату еш қиындық соқтырмас деген үміттемін. Жанкүйерлерің кім? Інім. Үніңе жалынды сәлем! Біз бастаймыз. Алға! Шытырман бағдарламасының бүгінгі санын Ильяс бастады, және ол лабиринт бөлмесінің табалдырығын аттаған сәтте солға бұрылған, алайда енді кері бұрылып дұрыс жолды табу керек. Ильяс, тез бол! Міне Ильястың жанкері дәл қазір оған жылдам өнер көрсету керек екенін айтып жатыр. Сондықтан тез арада мәреге апарар жолды таба білген Ильяс бұл кезеңді аяқтауға жақын, алайда нысананы дәл көздеу керек. Міне қанша ұпай олжалар екен, бір қолмен қаруды ұстап, нысананы көздеген сәтте 20 ұпайына тигізді. Ай, керемет! Жақсы нәтиже көрсеттім, бәрі келді. Ерсұлу, қолдаушың кім? Ағам. Ағаңа жалынды сәлем! Дайынсың ғой, я? Ойын ережесін білесің ғой? Әрине. Кеттік ендеше! Ерсұлудың аяғы алысы жаман емес, және ол лабиринт бөлмесінің жолын бірден тапты. Енді осы бағытта зырғып отырып мәреге жетуге болады. Тек алға! Қанеки Ерсұл, дұрыс жол таңдауыңа тілектеспін, жылдамырақ. Мәне енді дұрыс таңдау жасау керек, және Ерсұлу қателескен жоқ. Бұл кезеңді аяқтауға жақын, мерген екенін дәлелдесе болды. Уақыт нәтижесі өте жақсы көрсеткішке жетуі мүмкін. Олай болса, бақылайық, дәл қазір қарауылға алды нысананы, атқан сәт 20 ұпай. Керемет Ерсұл, жарайсың! Құттықтаймыз. Элина, жанкүйерің кім? Ана. Анаңа жалынды сәлем! Сәлем. Элина дайын, олай болса, кеттік! Элина сегвеймен сырғанауды өте жақсы меңгерген, сондықтан лабиринт бөлмесінде жылдам жүріп отырып, мәреге апарар жолды да жазбай табатынына біз сенімдіміз. Мәне Элина алғашқы сәтте тапқырлық танытты. Енді бұл лабиринт бөлмесінің әрбір бұрылысын жатқа білетін тәрізді. Жарайсың! Керемет. Енді саған ең бастысы мергендік қажет. Жасаңдығыңды көрсеттің. Дәл қазір жанкүйерлер тарапы бұл көріністі үнсіз тамашалап тұр. Себебі өте тартысты өтіп жатқан жарыс жолының осы бір тұсында Элина сәл уақыт жоғалтып алған тәрізді, алайда нысананы дәл көздеп, жақсы ұпайға жебені дөп тигізетін болса, бұл кезеңді жақсы нәтижемен аяқтайтыны сөзсіз, және атқан жебе 60 ұпайын олжалады. Қарайсың!
Екінші кезең теңге ілу. Ойыншы арқанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң, еңкейіп жерде жатқан теңге толы 6 қапты іліп алуы тиіс. Сосын оларды шеңберге дәлдеп салуы керек. Екінші кедергіміз теңгелу деп аталады. Біз ұлттық ойындарымызды сақтап, келер ұрпаққа дәріптеуіміз керек. Қазір біздің сайыскерлеріміз қозғалып тұратын аттың үстінде отырып, жердегі теңгелерді іліп, сақинаға лақтыру керек. Барлығына сәттілік тілейміз. Ильяс, кеттік! Міне, қос тарапта тізіліп тұрған теңгелерді іліп алып шеңбер қазандыққа дәл тастайтын Ильяс дәл қазір бірінші теңге толы қоржында. Ол жалады, енді қалған теңгелерді тез іліп алу керек. Оң қапталдағы теңгенің барлығын Ильяс іліп алды. Жарайсың. Сақинаға дәл тигізуге тұрас. Тек алға жүр. Міне, жанкүйерінің дәл қазір үмітін ақтау үшін Ильяс барлық теңгені осы шеңбер қазандыққа дәл тастауда. Бәрекелді. Нәтиже өте жақсы. Керемет елдің. Ерсұлу, теңгелерді тезірек ілуге тырыс. Іліп қана қоймай, сақинаға дөп тигіз. Ерсұлудың да тұлпары тербеліп шаба жөнелді. Және ол алғашқы теңгені оң қапталдан іліп түсті. Тіпті бір емес, бірнеше теңге толы қоржынды қатар алуға талпынды. Нағыз шебер, нағыз шабандоз деп осынайды. Керемет! Ерсұлу. Ерсұлудың таңдаған тәсілі өте тамаша. Ол бір сәтте екі бірдей теңге толы қоржынды іліп алып, осымен екінші рет дәл сондай өнер көрсетті. Нағыз шабандоз екенін дәлелдеді. Жарайсың. Керемет, Ерсұлу, жарайсың. Элина, уақытыңды тиімді пайдалануға тырыс. Енді кезек Элинаға жетті. Және ол алғашқы теңгені 10 секундтың ішінде іліп түсуге жақын. Және ілген бойда шеңбер қазандыққа дәл тастады. Міне, Элинаның әдісі өте тамаша. Ол еш уақыт жоғалтпастан теңгені ілген сәтте жерден көтермей, сол заматта шеңбер қазандыққа дәл тастағанын көрдік. Міне, санаулы сәттің ішінде бұл кезеңді аяқтауға жақын. Дәл тигізіп жатыр сақинаға. Қуаныштымын. Және соңғы теңге толы қоржын. Элина осы қоржынды олжалаған сәтте оны шеңбер қазандыққа дәл тастады. Бәрекелді. Керемет, жарайсың, Элина. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Элинада 42 секунд, Ильяста 50 секунд, Ерсұлуда 51 секунд. Үшінші кезең лазер бөлмесі. Бұл бөлмеде лазер сәулелері әлде қайда күрделеніп құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі керек. Бұл кезең Ильясқа аса қатты қиынға соқпайды деп ойлаймын. Ильяс, сәттілік. Лазерлі бөлменің бір басы мен екінші басының арасында жүздеген осы лазер сәулелері құрылған, сондықтан оларға тиіп кетпей, өте мұқият сақ қимылдап соңына дейін өту үшін әрине дәл осы Ильяс тәрізді сарбаздардың тәсілін таңдау керек. Өте ерекше айла тәсілді қолданып, көзді ашып жұмғанша лазерлі бөлменің ортасына жеткен Ильяс бұл кезеңді аяқтауға жақын. Небәрі 2 және 3 лазер сәулесіне ғана тиіп кеткен екен. Жарайсың. Жарайсың, Ильяс, жақсы нәтиже көрсеттік. Ерсұлу, алған бетіңнен тайма, жеңіс көмтол. Ерсұлу да өз кезегінде міне уақыт жоғалтпастан алғашқы лазер сәулесін бағындырды. Және ол айналаға бір бақылап қарап алды. Осы қараңғы бөлмедегі лазер сәулелерінен өту барысында жылдамдықпен қатар мұқият болу қажет. Ол бір ғана лазер сәулесіне тиіп кеткен екен. Біз айтып ауыз жиғанша болған жоқ. Екінші лазер сәулесін қиып өтті.
Алайда өзге лазер сәулелерін бағындыру барысында мұқият болу керек. Міне соңғы лазер сәулелері және Ерсұлу да бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың, не дегенде керемет нәтиже көрсетті. Элина, келесі кезек сенде. Алға! Ал Элина үздік нәтижемен бұған дейінгі екі кезеңде көш бастап тұр. Сондықтан жарыс жолында жеңімпаз атану үшін уақыт нәтижесінде үздік болуды жалғастыру керек. Дегенмен лазерлі бөлмеден өту барысында сәл баяу қимылдап жатқан тәрізді. Мәне ол лазерлі бөлменің орта тұсы өрмекшінің торындай құрылған. Бұл лазер сәулелері осы маңда көп орналасқан. Ал қазір небәрі 2 сәулеге ғана тиіп кеткен Элина өзге сәулелерден өту барысында мұқият сақ қимылдады. Жарайсың! Жарайсың, Элина, керемет нәтиже көрсетті. Төртінші кезең жартас. Бұл кедергінің бағыты қиындай түсті. Қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Биік шың биік армандарға жетелейді. Ал шытырманың өз биігі бар. Және оны бағындырар батыл балақайларымыз да бар. Ильяс, сәттілік! Жартас биігін бағындыру үшін Ильяс сол биіктің баурайынан бастап алғашқы адымды жасады және ол альпинистер тәрізді өте жылдам өрмелеп бара жатыр. Тіпті әрбір тұтқадан алма кезек ұстап, жартас биігіне жетті. Енді оң қапталға ойысып, осы бір тұстағы кедергіні еңсерсе және сол биікті бағындырса, онда бұл кезеңді аяқтауда қиынға соқпасы анық. Жарайсың! Мәне Ильяс жартас биігін бағындыруға жақын, мұқият болу керек. Бәрекелді. Жеңіске деген жігермен Ильяс бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың, Ильяс, жақсы нәтиже көрсеттік. Ерсұлу, жақсы нәтиже көрсететініңе сенемін. Қанекей, алға! Кезек Ерсұлуға келді және ол жартас биігін бағындыру барысында алғашқы сәтте сәл тосылып қалған тәрізді. Дегенмен, мәне дереу дұрыс тәсілдерді таңдап, бұл биікті бағындыру үшін жылдамдықты арттырып өрмелеп келе жатыр. Биіктің әр өлшемін оңай өтуге талпынып жатыр. Осы сәтте мұқият болу керек. Бәрекелді! Мәне тұтқадан мықтап ұстаған Ерсұлу бұл кезеңді аяқтауға жақын. Нағыз альпинистерге тән қайсарлық танытты. Жарайсың, осы алған бағыттан таймай, бұл кезеңді аяқтау керек. Міне 1 минуттан астам уақыт ішінде Ерсұлу жартас биігін бағындырды. Жарайсың, не дегенде керемет нәтиже көрсетті. Элина, жанкүйерлеріңнің үмітін ақта, бастай ғой. Элина жартас биігін сөзсіз бағындыратынына сенеміз. Мәне ол алғашқы мүмкіндіктен ақ шытырманның шыңын бағындыру үшін асықпай осы өзіне қолайлы тәсілмен өрмелей жөнелді. Және ол небәрі 25 секундтың ішінде жартас биігіне шықты. Енді оңға бұрылып, сол тұстан мәреге апарар жолға шыққан сәтін байқап отырмыз. Және Элина да бұл кезеңді ең жақсы нәтижемен аяқтауға жақын. Келесі кезеңге өтті. Бәрекелді! Жарайсың, Элина, жақсы нәтиже көрсетті. 5-ші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншы 2 қолына 2 допты қысып алып,
дене тепе-теңдігін сақтап, көпірдің келесі жағына жетуі тиіс. Шытырманың ең қиын кедергілерінің бірі аспалы көпір. Бұдан өту оңай оспақ шаруа емес. Сондықтан да қолыңдағы добыңды түсіріп алмай, шапшаң қимылдауға тырыс. Жартас кезеңде көрсеткен нәтижең жаман емес. Осы алған бетіңнен дайма. Кеттік! Қолындағы қос топты құлатып алмау үшін тепе-теңдікті сақтап, аспалы көпірден өтіп келе жатқан Ильяс бұл кезеңді бір демде бағындырды. Жарайсың. Жарайсың, Ильяс, керемет, қанекең, жарайсың. 1, 2, 3, бойға жинап көш. Ерсұлу, кеттік! Ерсұлу аспалы көпірден өту үшін тепе-теңдікті сақтау керек. Алайда алғашқы мүмкіндікте құлап қалды. Қабет деген ай, есім ойма қанекең. Енді осы сәтте Ерсұлу аспалы көпірді бағындыратынына сенімдіміз, себебі алғашқы мүмкіндіктен сабақ алған Ерсұлу аспалы көпірді бір демде бағындырды. Бәрекелді. Бәрекелді. Элина, аспалы көпірден айлаңды асыра біл. Кеттік! Элинаның да аяқ алысы жаман емес, алайда ол асықпай аспалы көпірден өтуді жөн санаған екен, құлап қалды. Қабеттігін Элина, өзге сенімді бол, еш құламауға тырыс, барлығымыз саған үміт артып отырмыз. Енді екінші мүмкіндікте мүлт кетпеу керек. Элина қолына қос топты алды. Оларды құлатып алмау үшін тепе-теңдікті сақтап, аспалы көпірден асықпай, аяңды басып, өте шықты. Бәрекелді. Жарайсың, Элина, керемет. 5 кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Ильяста 2 минут 48 секунд, Элинада 3 минут 4 секунд, Ерсұлуда 4 минут 4 секунд. 6-шы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, 1 минут ішінде қабырғаға жабыстырылған магнитті бөлшек бейнелерден сурет құрастыру керек. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлайды. Бұл кезеңнен сүрінбей айналы бөлменің есігін қайтадан ашасың деген сенімдемін. Ильяс айналы бөлмедегі жұмбақтың жауабын табу үшін дереу осы сурет қиындыларын қиюластыруға әрекет етуде. Ильяс алға! Ильяс алға! Ал жалынды жанкерлердің үмітін ақтау үшін жылдам өнер көрсету керек екенін Ильяс өте жақсы біледі. Шытырманның батыр балақай бейнеленген суреттің негізгі бөлшектерін тапқан тәрізді. Жарайсың. Міне табан астындағы еденнің ашылған сәті қатысушыларды сәл қобалжытатыны белгілі, алайда оған еш назар аудармастан Ильяс жарыс жолын жалғастырып жатыр. Бәрекелді, санаулы сәттер қалды. Келесі кезеңде жақсы өнер көрсетуге мүмкіндік бар. Қабет деген ай, бірақ сен еш көңіліңді түсірме, мұңайма. Ерсұлу, бастаймыз, уақыт кетті. Ал Ерсұлу берілген 1 минуттың ішінде бұл суреттің жауабын табар мекен байқап көрейік. Және ол сурет қиындыларын дұрыс қиюластырып жатыр. Тапқырлықты талап етеді, қанеке Ерсұлу. Жанкерлер бұл көріністі үнсіз бақылап отыр, себебі айналы бөлменің едені толық ашылар болса, қатысушы төмен құлайтыны анық. Міне барлығы үнсіз және мұқият. Осы кезеңдегі жұмбақтың жауабын табу үшін Ерсұлуға қолдау білдіріп отырғаны айдан анық. Алайда бұл кезеңді аяқтауға жақын, дегенмен Ерсұлу үлгермей қалды. Бұл да жаман нәтиже емес. Қабет деген ай, ештеңе етпейді, бәріміз. Өкінішке орай Ерсұлу бұл кезеңнен өте алмады. Ерсұлуға айтармыз, тауың шағылмасын. Элина, зеректік пен тапқырлық таныта біл, біз саған сенеміз. Ал жарыс жолын өте жылдам және жеңісті ұпаймен бастаған Элина осы суреттің бөлшектерін, яғни
Пазлдарды жинау барысында жылдам өнер көрсететініне сенімдіміз, себебі ол 20 секундтың ішінде бұл суреттің негізгі бөлшегін тапқан тәрізді. Қанеке Элина, бар күшіңді сал, біз сенің жеңіп шығатыныңа сенімдіміз. Мәне ол суреттің нобайын құрастырды, және өзге бөлшектерді соларға қатар жапсырып, жеңімпаз атануға жақын. Олай болса, сәттілік дейміз. Мәне 10 секундтай уақыт қалды. Элина бұл кезеңді аяқтауға жақын. Тамаша нәтиже, бәрекелді. Керемет нәтиже көрсетті Элина. Жарайсың Элина, артылған сенім ақталды. 7-ші кезең. Асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Ильяс, мүмкін шытырманың асауын ауыздықтайтын сен шығарсың. Ал асауға бас білдіру үшін жүйрікке жайдақ мінген Ильяс тұлпарға шудеп пәрмен беріп шаба жөнелді. Олай болса, алға! Сенімділігіңді көрсет. Намыс бар жерде жеңіс бар. Шытырманның барлық қатысушыларының бойында намыс, өр мінез, жеңіске деген жігер бары белгілі. Тепе-теңдікті сақтап, осы арғымақтың жалына жабысып алған Ильяс аттан құлап түсті. Жарадың керемет! Ерсұлу, бекем бол, батырлардай берік бол. Мәне Ерсұлуда жарыс жолын жалғастыруда және осы соңғы кезеңде өте жақсы ұпай жинаса жеңімпаз атануға толық мүмкіндік бар. Ол үшін бұл асау тұлпардың тізгінін тас қылып ұстап, оның айлалы қылықтарына алдырмау керек. Бірінші айналымнан сүрінбей өттің, екінші айналымнан да сүрінбей өтуіңе тілектеспін. Бұл тұста жарыс жеңімпаздарының қатарына кім қосылар екен? Байқап көрейік. 50 секундтан астам өнер көрсеткен Ерсұлу асау арғымақты тізгіндеген тәрізді. Енді бұл арғымақты үйретуде Ерсұлуға тең келер шабандоз жоқ тәрізді. Ай, қабәттігін ай естігендес, өз мұңайма, сен жарамын. Элина, шытырманың шабандоз атануыңа тілектеспін. Бүгінгі жарыс жолын шытырман бағдарламасының соңғы кезеңінде өнер көрсететін Элина аяқтайды. Ал ол жеңімпаз атану үшін осы асау арғымақтың үстінде ұзақ отырып, жақсы нәтижеге қол жеткізу керек. Сондықтан мұқият бол. Керемет, мықтылап ұстап ал. Міне тұлпарда өзінің асау қылықтарын үдете түсті, және бұл кезеңнің деңгейі сарғылт түске ауысқанын көріп отырмыз. Ал енді қызыл түске көшкенде бұл кезеңнің деңгейі күрделене түседі. Қабәттігін ай, естігетпес бәрі алда. Достар, біздің бүгінгі көңілді ойынымыз аяқталып та қалды. Сендерге ұнады деген ойдамын. 3 минут, 21 секунд уақыт көрсеткіші. Элина да жарайсың, Элина, құттықтаймыз. 3 минут 58 секунд. Бұл уақыт көрсеткіші Ерсұлудікі ма, жоқ әлде Ильястікі ма? Сонымен 3 минут 58 секунд уақыт көрсеткіші Ерсұлудікі. Құттықтаймыз. Жарайсың, Ерсұлу. Ал Ильястың уақыт нәтижесі 3 минут 13 секунд. Бүгінгі жеңімпаз Ильяс Батыр. Жарайсың, Ильяс, топ жарып шақтан. Достар, ең жақсы нәтиже көрсеткен ойыншы келесі айналымға өтеді. Қатысушыларды арнайы дипломмен марапаттаймыз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, шытырманның қызығын бөліскенше.